Қайырлы күн. Бүгін сендермен бірге сондай 4 түрлі орыс дайындап рецептісімен бөлісемін. Алдымен менің каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыз. 2 жұмыртқаны жарып, чайный ложкамен 3 чайный ложка шекерімізді салып, шым-шым тұзымызды салып, осылай жақсылап араластырып аламыз. Шекеріміз ерігенше араластырып алатын боламыз. Одан кейін үстіне еленген ұнымызды осылай салып, қамыр илеп аламыз. Міне қамырымыз дайын. Енді осыны пищевой пленкаға салып қойып, қамырымызды осылай жайып алатын боламыз. Жайылған қамырды осындай бөлшектерге бөліп аламыз. Қамырымыз жұқа болу керек негізі. Мінекей. Осындай 4 бұрышқа бөліп алып, жіңішке қылып, ішін кесіп, осындай қылып 4 бұрыштарын бүктейміз. Міне. Осылай ұштарын біріктіріп алып, осындай болып шығады. Ал екіншісі міне осындай 4 бұрышты алып, кішкентай қылып кесіп, жан-жақта соның екі шетін біріктіріп шығамыз осылай тек. Бұл бізде тек оңай істелетін орыстардың түрі. Неге осылай екі шетін біріктіріп, майға салғанда бұл деген ашылып күшті болып тұрады. Ал енді мына қалған қамырымызды осылай 4 бұрышты қылып кесіп алатын боламыз. Мінекей. Осыларды кесіп, міне майға осылай пісіріп аламыз. Қатты қызартпай, сарғылт қылып пісіріп алатын боламыз. Майға салған сайын бұлар көтеріліп, ісіп, күшті болып шығады. Ал мына ұзынша қамырды осындай вилканың көмегімен айналдырып отырып пісіретін боламыз. Мінекей біздің орыстарымыз пісіп шықты. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.